Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте дәмді иісі мұрын жаратын атақты түрік нанының рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен құрғақ ыдысқа ашытқыны, қантты, тұзды, жылы сүт пен жылы суды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында ұнды салып, жартылай илеп алғаннан кейін сұйық майды құйып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Нанды илеп дайындап болғаннан кейін көтеріліп көпсу үшін бетін жауып жылы жерге 35-40 минутқа қойып қойыңыз. Оған дейін нанның соусын дайындаймыз. 1 ас қасық ұнға 3 ас қасық суды және 1 ас қасық күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырып алыңыз. Міне біздің қамыр ашып дайын болған екен. Енді оны столдың үстіне ұнды сеуіп, бір қайтара илеп жібереміз. Сосын осы қамырды өздеріңіз қалаған бойынша 8 немесе 10 бөлікке теңдей етіп бөліңіз. Бөлген бөліктерді осылай видеода көрсетілгендей етіп дөңгелетіп шығыңыз, және әрбір дөңгелеткен қамырды осы видеода көрсетілгендей етіп қолмен жұқалап жайып шығыңыз да, бағанағы дайындап қойған соусты жағып, видеода көрсетілгендей етіп орап шығыңыз. Мінекей барлық нанды осылай орап формасына келтіріп алғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа қалдырыңыз. 1 сағаттан соң бетіне осылай ұнды сеуіп, әрқайсысын алмаспен видеода көрсетілгендей етіп тіліп шығыңыз. Және дайын болған нанды алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп алыңыз. Мінекей біздің нандарымыз көпсіп, қызарып, өте дәмді болып пісіп шықты. Нанның піскен иісі бүкіл үйді алды, өте дәмді болып шығады. Ерекше күнделікті жасап жүрген наннан ерекше етіп осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.